Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, сіздермен бірге олимпиадалық есептердің талдау сабағын жалғастыратын боламыз. Бұл жаңағы есептің 6-шы сабағы. Біз жаңа есептер талдау барысында 4-ші есептен кейін бізде уақытымыз аяқталып қалды. Өкінішке орай, енді сол 5-ші есепті талдайтын боламыз. Бұл жерде бұл олимпиадалық есеп. Жазылуында бір рет болсын 3 цифры кездесетін неше 4 таңбалы сан бар дейді. Бір рет болсын 3 кездесу керек та бізде. Бізде 4 таңбалы сандар мыңнан басталады. 1001, 12, 1003, иә, осылай кете береді. 1004. Байқасыңдар, мына бір рет болсын 3 кездескен, қазір біз бір сан таптық. Осылай кете береді. Сонымен ол нешемен аяқталады? 9999-мен аяқталады. Сонда біз былай тұжырым жасасақ болады. Барлығы бізде қанша сан бар? 9000 сан бар, иә? 1000-нан 999-ға дейін 9000 сан бар барлығы. Енді біз осы жерде 3 цифры кездеспейтін сандарды тауып алайықшы. Біз әрине оны ұяшықтар әдісімен табамыз. Сосын 9000-нан азайта саламыз. 4 ұяшық сызамыз. Бізде 4 таңбалы. 3 деген цифр мүлде кездеспеу керек. Бізде қандай цифрлар бар? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Міне осындай цифрлар бар. Біз бірінші орынға 0-ді қоя алмаймыз. Одан кейін мына 3-ті ешқашан қоя алмаймыз. Өйткені 3 кездеспеу керек. Сонда біз бірінші орынға 8 цифрды қоя береміз. Ал екінші орынға біз 3-ті қоймаймыз, қалған 9 санды қоя береміз. Дұрыс па? Қайталауы мүмкін мына сандар. 9 санды қоя береміз. 9 цифрды қоя береміз да, тек 3-ті қоймауымыз керек. Сонда көбейтсек, нәтижесінде 5832 шығады екен. Бұл бізде 3 цифры кездеспейтіндер. Мүлде 3 цифры кездеспейтін сандар бізде 5832 екен. Ал сонда 3 цифры бір рет болсын кездесетін қанша сан бар балалар? Әрине 9000-нан нешті азайта саламыз? 5832-ні азайтамыз. Сонда нәтижесі қанша шығады? 3168 шығады, азайтқан кезде. 3168 шығады. Осы есеп түсінікті болса, плюс қойыңыздар комментарийға. Келесі 6-шы есепке өтеміз. Енді 6-шы есепте бұл есепті шығару үшін бірінші есептің мағынасын түсініп алайық. Не сұрап тұр бізден? Күнді дейді КК.А форматында жазғанда үлкен К-ға кішкентай К-ны қосқан кезде үлкен А мен кішкентай А-ның қосындысы тең болады. Яғни осындай теңдік орындалса, ол күнді бақытты күн деп атайды екен. Мәселен, 2-ші қараша ол бақытты күн. Себебі 2-ші қараша мен қараша айы 11-ші не ғой бізде ай ғой. Жылдың күнтізбесі бойынша. Сонда 2-ге цифрларын қосқан кезде екеуі теңеседі. Мысалы, 2-ші қараша деп алайықшы. Бұл жерде 2 деген күн болса, мына 11 деген айдың реті, екеуі не болды? Теңесті. Осындай ең көп дегенде қанша не болуы мүмкін дейді бізде. Бұл жерде бізде жауабы сәуір айында болады. 4 күн болады, бақытты күндер. Өйткені біз жазып көрейік. Мысалы үшін сәуір 4-ші ай ғой бізде. 4-ші айды біз қалай жазамыз? 4-ші сәуірді алайық бірінші. Одан кейін 22-ші сәуірді алайық. Және 13-ші сәуірді аламыз. Одан кейін қандай күн бар бізде? 4-ге тең болады, не? Жоқ, сәуірде 31-ші сәуір болмайды ғой бізде. Бұл жерде 3 күн болып қалды. 4-ге 4-ті қосамыз, екеуі теңеседі. Ал наурызды алып көрейікші. Наурыз деген сөз бізде 3-ші ай ғой. Демек 3-ші наурызды алсақ болады және 30-ші наурызды алсақ болады. Цифрлары тең болады, қарасаңыздар. Одан кейін 12-ші наурызды алайықшы. Және 21-ші наурызды аламыз. Міне, яғни бізде 3-ші наурыз деген кезде, міне 3-ші наурызбен мынау цифр теңеседі. Яғни 3-ші ай ғой бізде наурыз, 30-ші наурыз дегенде де міне 3 пен 0, мына 3-ші ай екеуі теңеседі. Және 12-ші наурыз деген кезде 1 мен 2, ол да 3-ге тең болады. 21-ші наурызда 2-ге 1 болса 3. Сонда ең көп деген кезде бізде 4 күн болады екен, наурыз айында. Түсінікті болса плюс қалдырыңыздар. Сәл ойлануды талап етеді енді оқушылар. Ойлансаңыздар шығады, ешқандай қиын емес.
тек есепті шартын дұрыс түсіне білуіміз керек та. Сыбайлас бұрыштардың бисектрисаларының арасындағы бұрышты табыңыз дейді. Бізде мысал үшін кез келген бір былай бұрыш жазайықшы, жазыңқы бұрыш. А, О, В деген жазыңқы бұрыш. Бұл бізде 180 градусқа тең. Енді мына С деген жазайық. Мына жақ бізде 30 градус болсын, ал мына жағымыз АО-сы ол бізде қанша болады? 150 болады. Енді осының бисектрисаларының арасындағы бұрыш неше градустен дейді. Енді осы СОВ бұрышына бисектриса жүргізейікші. Және АОС бұрышына бисектриса жүргізейік. Сонда бисектриса жүргізген кезде 150-ді 2-ге бөлсек қанша болады? 75 болады. Ал 30-ды 2-ге бөлсек қанша болады? 15 болады. Так, бисектриса дегеніміз не? Бұрышты қақ бөледі, дұрыс па? Жерде L деген сәуле жүргізейік, сонда OL ол бізде бисектриса. OL не екен балалар бізде? Бисектриса. Ал бисектриса дегеніміз ол бұрышты қақ бөлетін сәуле. Мына жақта да ОТ дейік. ОТ ол да бисектриса. Ол АОС бұрышының бисектрисасы, Енді мына бисектрисалар арасы мына жерде 30 градусты бөлсек қанша болады? 15 болады, мынауымыз 75 болады. Мына 75-ке 15-ді қосатын болсақ, қанша болады екен мына бұрышымыз? Пайда болған бұрыш. TOL деген бұрыш 90 градус болады. TOL бұрышы қанша градус екен? 90 градус. Кез келген бұрыштық шаманы ала беріңіз, бәрібір 90 градус шығады. Осындай дәлелденген теорема бар да бізде. Түсінікті ғой, Келесі 8-ші есепке қараймыз. Қандай да бір жылдың дейді, мамыр айында 4 дүйсенбі 4 рет жұма күндері болған белгілі болса дейді, онда осы айдың 25-і аптаның қай күніне тура келеді дейді. Яғни мамыр айын алайық, бізде дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі, жексенбі. Енді біз 1-ші майды сейсенбіден бастайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, мамыр 30-мен бітеді. Енді қараңыздар, бізде 4 дүйсенбі бар ма? Шынында да мына аптаның дүйсенбі күні 4 рет кездеседі, ал жұма күнде 4 рет. Сонда бізде 25-ші күн аптаның қай күніне тура келіп тұр? Әрине жұма күнге тура келіп тұр. Мына жауабы жұма екен. Бұл есеп түсінікті болды деп ойлаймын. Осылай өздеріңіз анализ жасайсыздар, сызып, сейсенбі күннен бастаңыз, болмаса сәрсенбі күннен бастаңыз, Мына есеп енді сәл қиындау есеп. Тор көздерден тұратын 15-те 50 өлшемді тік төртбұрыштың диагоналдары неше тор көзді қиып өтеді дейді. Мысалы үшін мынандай тор көз берілген дейді. Осындай үлкен тор көз. Әрқайсысы 1-1 сантиметрден ғой бізде. Мына жағы 15, мына жағы 50 дейді. Енді 50 тор көз сызып отырады, бізде уақыт жоқ қой, 15-те 50. Осының диагоналы былай неше тор көзді қиып өтеді дейді. Мына жақта 15 тор көз, мына жақта 50 тор көз. Енді бұны шығарудың өте оңай жолы бар, балалар. Ол үшін біз мына ең үлкен ортақ бөлгішін табамыз. 15 пен 50-дің ең үлкен ортақ бөлгіші қанша? 5, Осы жерде 5 болса, мына ең үлкен ортақ бөлгіші, мына 15-ке 50-ді қосамыз, мына өлшемдерін. Қанша болады? Сонда 65 болады. Осы 65-тен осы екі санның ең үлкен ортақ бөлгішін азайтамыз. 5-ті азайта саламыз. Сонда 60-ны оңай жолы шыға салды. Жауабы 60 тор көзді қиып түседі екен. Өздеріңіз сызып дәлелдесеңіздер де болады үлкен параққа. Яғни қызық болсын сіздерге практикалық жұмыс, 15-те 60 қылып сызыңыздар да, сол жерден диагонал жүргізіңіз, 60 тор көзді қиып өтетінін көресіздер. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар. Оқушылар, сіздерге бүгінгі сабақ пайдалы болса, жақсы білім алсаңыздар, мына есептердің қандай керемет, облыстық, республикалық деңгейде келетін есептердің мынау тиімді тәсілмен шығару жолдары талданып жатыр. Бұл есептерді мен арнайы сайттардан алдым, өзі олимпиадалық есептерді сайттарға салады, талдап оқушылар көрсін деген ниетте осы есептерді талдап тұрамын. Яғни лайк басып көбірек қараған болса, алдағы уақытта жазады, Алла нәсіп етсе салып тұрамын есептерді. Тіркеліп лайк басып қойыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер.